алауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп, тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ержүрек. Қорғап қалған қаласы мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын, қан майданда бала аңсап анасын, келеді деп ана күтті баласын. Жауынгерлер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерін бермеді. Жанын қиып, туған жерім елім деп, амал қанша көпшілігі келмеді. 1941 жыл соғыс басталды. Бірақ ол тек майданда емес, әр үйдің жүрегінде сезілді. 1 миллионнан астам қазақстандық майданға аттанды. Олар Мәскеу, Ленинград және Сталинград шайқастарына қатысты. Бауыржан Момышұлы, 20-шы дивизияның ер жүрек қолбасшысы. Әлия Молдағұлова Мәметова, Кеңес одағының батырлары ерлікпен қаза тапты. Тылда қалған халық соғыс жылдарында күндіз түні еңбек етті. 500 миллионнан астам қазақстандық соғыстан қайтып оралмады. Олар жеңіс үшін жанын берді. Біз олардың ұрпағымыз. Біз еркін елміз. Біз Қазақстанбыз.